Ол балалардың өздерінің аккаунттары жоқ. Ол балалардың мүмкін аккаунттары да бар шығар. Ол балалар өзге аккаунттар арқылы ойнаған. Яғни ол балалар өздерінің жеке куәлігіндегі цифрларды, басқа дүниелерді өзгерткен. Яғни олар 21 жастан асқан деп. Болмаса, өзге өзінің ағасының, бауырының үлкен бір аккаунтты алып ал, сол аккаунтқа Kiwi кошелек арқылы, яғни налично қаражаттарды салу арқылы ойындарын жүргізген. Бұл енді түсіндік. Ол қалай бақыланады енді ол? Енді ол мен айтып жатырмын, интеграция. Біз оларды мәжбүрлейміз. Букмекерлік кеңселерге біріншіден қолма-қол қаражат толтыруды біз Kiwi кошелектер арқылы оларда тыйым саламыз. Тек қана карта арқылы салынатын болады. Картаны сіз букмекерлік кеңсеге тіркелген уақытта былай болады. Енді букмекерлік кеңсеге тіркелу үшін сіз 25 жастан асуыңыз керек. Сіздің борышкерлер тізімінде аты жөніңіз болмау керек. Яғни сіздің алименттік болмаса несиелік қарызыңыз болмау керек, сонымен қатар сіз мемлекеттік қызметкер болмауыңыз керек. Сізді тіркеген уақытта сіздің мемлекеттік жеке куәлігіңізді біз цифрлық министрлік юстиция арқылы тексереміз, яғни орасында да сіздікі ма, видеоидентификация арқылы сіздің сәйкестігіңізді тексереміз. Сосын сіздің жеке куәлігіңізбен карточкалық есеп шотыңыздың бір азаматтыққа сәйкестілік екені соны тексереміз. Содан кейін барып сізге ойнауға мүмкіндік береміз. Қандай букмекерлік кеңселер бұл аппараттық жүйеге қосылмайтын болса, онда олардың жұмысы заңсыз деп танылатын болады.